Бүкіл Қазақстан үшін белгілі ақын өмірден озды. Біз өз командамыз атынан ақынның отбасына және жақын туыстарына көңілімізді білдіреміз. Қымбатты көрермен, егер сіздер де өз көңілдеріңізді білдіргілеріңіз келсе, видео астына бір дана лайк белгісін басып қойсаңыздар болады. Ақын Несіпбек Айтұлы өмірден озды. Қазақ поэзиясының қара жамылды. Ұзаққа созылған ауыр науқастан алаш жырының айбозы Несіпбек Айтұлы өмірден озды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, көрнекті ақынның дүниеден өтуіне байланысты отбасы мен жақын туыстарына көңіл айтып жеделхат жолдады. Жұрт еді ғой менсіз де күн көретін, өлген менен ешкім жоқ бірге өлетін, қабақ шытпай күтейін ажалды да, қонағым ғой әйтеуір бір келетін. Ақынның дариға дәурені жыр жүрегін 73 жасында тоқтады. Қазақ поэзиясының қара нары бәйтерегі құлады. Айбоз ақынмен бірге алаш жырының тұтас бір дәуірі көшіп бара жатқандай. Дәулеткерей Капулы, Қазақстан жазушылар одағы Астана қаласы филиалының директоры. Басқаларды тезірек хабардар болу үшін видеоңызды жақындарыңызға тарату және лайк басуды ұмытпаңыз, қымбатты көрермен.